Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде алкандар деген сабақтың екінші бөлімі. Ал ендеше бастайық. Бүгінгі сабақта біз алкандардың химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Яғни кімдермен әрекеттеседі, кімдермен әрекеттеспейді. Осы мәселелерді бүгінгі сабақта талқылаймыз. Ал ендеше бастайық. Алкандардың барлығы орын басу деп аталатын реакцияға түседі. Соның ең бірінші түрі галогендеу деп аталады екен. Ал ендеше галогендеу деген не? Хлор, бром, фтор, йод деген секілді элементтерді қосу болып табылады. Енді бір қызығы, мына жердегі бір галоген сутекті өзіне қарай әкетіп қалады. Сол кезде бізде H хлор деген зат өзі бөлек түзіледі. Енді қараңыздар, CH4 дегеннен CH3 қалды. Және жерде хлор 2 дегеннен бір хлор артылып қалды. Сол кезде бізде осындай CH3 хлор және H хлор деген осындай реакциямыз болып жатыр екен. Так, келесі осы CH3 хлорға тағы бір мәрте хлор қосуға болады. Сол кезде бір хлор бір сутекті әкетіп қалады. Сол кезде мына жерде CH2 хлордан біреуі тағы да хлор қосылып кетсе, хлор 2 болады. Және H хлор деген зат осылай түзіледі. Бұл затқа тағы да хлор қоссақ болады. Сол кезде қараңыздар, CH хлор 3 және H хлор деген реакция болады. Ал одан кейінгі реакцияны қарасақ, C хлор 4 және H хлор деген реакциямыз түзіледі екен. Енді жігіттер, қыздар, бұл реакцияда катализатор бар. Катализатор жарық. Жарықтың белгісі H-nu. Яғни жарық деген катализатор болса қана бұл жерде реакция жүреді, ал егер жарық болмаса, онда өкінішке орай реакцияны біз жүргізе алмаймыз. Жарық. Және одан кейінгі маңызды бір моменттердің бірі бұл атаулары. CH3 хлор дегеннің аты хлор метан. Хлор метан. Мына жерде қараңыздар, хлордан уже екеу ғой, сол себепті дихлорметан. Мына жерде хлордан үшеу, сол себепті бұл трихлорметан болады. Мына жерде хлордан төртеу, значит бұл уже тетрахлор метан. Осылай. Яғни ешқандай сутегі болмаса да тетрахлор метан деп біз бұны атай береміз. Так, одан кейінгі маңызды момент, мынау трихлор метан дегеннің екінші аты бар. Бұл трихлор метанның екінші аты хлороформ. 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 Хлороформ деген не? Хлороформ деген күшті андай еріткіш болып табылады. Сөз келмей қанша. Органикалық еріткіш. Ал тетрахлор метан дегенді басқаша кейде өрт сөндіргіш деп атайды. Яғни өрт сөндіргіштердің құрамында, яғни огнетушительдердің құрамында осы тетрахлор метан болады. Так, ал енді жалғастырайық. Екінші реакция орын басу реакциясы. Орын басу реакциясы сол тоже нитрлеу реакциясы болып табылады екен. Яғни жаңа біріншісінде біз галогендеуді қарастырсақ, қазір екіншісінде біз кімді қарастырамыз? Нитрлеуді қарастырамыз. Нитрлеу кезінде әрдайым мынау хоно 2 деген затты қосамыз. Негізінде бұл хоно 2 деген зат бұл HNO3 болып табылады, яғни азот қышқылы болып табылады. Органикада просто бұны жақсырақ түсіну үшін біз әрдайым хоно 2 деп жаза береміз. Ал енді хоно 2 мен реакция қалай болады? Мынау сутек, мынау HO деген затпен бірігіп кетеді. Сол кезде H2 деген затымыз түзіледі. Енді қараңыздар, CH4 дегенде 4 сутек еді ғой, біреуі кетіп қалса, CH3 қалады, және жанына NO2 деген топ жалғана салады. Сол кезде қасында тағы H2 деген молекула түзіледі. Астындағы реакцияны қарайтын болсақ, сонда C2H5NO2 және H2-мыз түзіледі. Енді атауларына тоқталатын болсақ, мынау заттың аты нитро метан. Мынау этан еді ғой, пайда болған зат, сонда нитро этан. Сонда NO2 бар заттарды көрсеңіздер, қалай атайсыздар? Нитро деп атайсыздар. Бұл реакцияда катализатор бар. Бұл реакцияда катализатор, ол әрине күкірт қышқылы. Кейде айтып жатады, метанға күкірт қышқылының концентрлісін және азот қышқылының концентрлісін қосқан кезде мынандай заттар түзілді деген секілді. Сол кезде күкірт қышқылы бұл катализатор екенін біліп жүріңіздер. Так, екінші типтегі реакция бұл ыдырау реакциясы, айырылу реакциясы. Алкандарды қыздырса ыдырайды деп жазып қойыппыз. Соның бірінші типіндегі реакция метанды қыздыру. Метанды 3 градуста қыздыруға болады. 500, 550, 600 градус шамасында
ыдырайды, 1000 градусында және 1000 градуста. Ал ендеше 500 градус шамасында болса, бұл жерде этилен деген зат пайда болады, яғни С2H4 және қасында сутек пайда болады. 1000 градуста қыздырсақ, онда бізде күйе деген зат пайда болады. Ал егер 1500 градус шамасында қыздырсақ, бізде ацетилен деген зат осылай пайда болады екен. Әрине реакциялардың бәрін теңестіру керек. Мына жерге 2 қоямыз, 8-ден 4 таптысақ, мына жерге тоже 2-ні қояды екенбіз. Так, мына жерде сутекке қойсақ, болды. Так, сутектердің барлығы айтпақшы газ. Мынау этилен, ацетилен дегенде газ. Оны бірақ жазбай қойсақ болады. Так, мынаны теңестіретін болсақ, 2 қоямыз және 3 қоямыз. Ал ендеше атауларына келетін болсақ, мынау этилен, мынау бізде күйе, мынау болса ацетилен. Осылай. Келесі. Екінші типтегі реакция бұл дегидрлеу деп аталады. Дегидрлеу дегенне, жігіттер қыздар, дегидрлеу деген әрдайым заттан сутекті алып тастау болып табылады. Сонда С2H6-дан сутекті алып тастасақ, бізде С2H4 қалады және H2-ні түзе саламыз. Мына жерде де бізде С3H6 қалады және H2-ні түзе саламыз. Мына жерде де С4H8 қалады және H2 осылай бөлім кете береді. Енді бұл жерде де катализатор бар. Жігіттер қыздар, бұл жерде 3 катализатордан кез келген біреуін қолдансақ болады. Бұл катализаторлар никель, платина және палладий. Сонда давайте мынаған никельді қолданайық, мынаған платина қолданайық, ал мынаған давайте палладийді қолдана салайық. Кстати, мынаның атын атауды ұмытып кетіппін. Қазір есіме түсіп отыр. Мынау бізде этан болса, пайда болған зат этен немесе этилен. Мынау реакцияға түсіп жатқан зат пропан болса, пайда болып жатқан зат пропен немесе пропилен. Мынау сонда бутан деген зат еді, сонда пайда болып жатқан зат ол бізде бутен немесе бутилен. Получается, ан дегеннің орнына ен деген жұрнақ просто келе салып жатыр, байқасаңыздар. Так, келесі алкандарды қыздырса ыдырайды дегеннің үшінші, яғни С деген реакциясы бар, крекинглеу деген. Крекинг дегенне, мынандай көміртегі көп болып тұрған молекулаларды қақ ортасынан бөлу болып табылады. Сонда қараңыздар, С8 болса С4 қалады. Енді 4 көміртегі бар, алкан болса сутек қанша болады ол жерде? Так, 4-те 2 өтесін 8, оған тағы 2-ні қоссаң 10. Вот С4 H10 деген зат шығады. Тағы да не қалды? 8-ден 4 таптасақ, көміртек 4-теу қалады. 18-ден 10 таптасақ, сутек 8 қалады. Осылай. Яғни осындай бір зат және қосымша бір зат. С20H42-ні ыдырататын болсақ, С10 болады. Сонда сутек қанша болады? 10-ді 2-ге көйтсек 20, 20-ға 2-ні қоссақ 22 болады. Мына жерде сонда қараңыздар, С20-дан 10-ы кетіп қалды, тағы да 10-ы қалды. 42-ден 22-сі кетіп қалды, қанша қалды? 20-сы қалды. Мына жерде С16 болса С8, значит, H қанша болады? H мына жерде 18 бола салады. Енді С8 қалды. 34-тен 18 азайтсақ, бізде 16 болып түзіледі екен. Енді жігіттер қыздарына пайда болып жатқан заттардың атын білу керек. Мынау бутан, мынау бутен, мынау декан, мынау декен немесе децен деп аталады. Мынау октан, сонда мынау заттың аты октен. Сонда реакцияға пайда болып жатқан заттар алкан және мыналар бізде алкен, дұрыс па? Ан енді бітіп жатыр. Келесі, Вюрц деген ғалымның реакциясы бар. Вюрц деген ғалымның реакциясы өте маңызды реакциялардың бірі болып табылады. Қараңыздар, мынау натрий хлорды өзіне әкетіп қалады. Енді бір қызығы CH3 деген затымыз қалып тұр ғой, бірақ CH3 ешқашан жалғыз жазылмайды. Получается, бұл екі еселенеді. Өзі секілді басқа CH3-пен бірігіп алады. Сонда көміртегіміз бізде 2, сутегіміз бізде қанша болып кетті? 6. Вот осындай зат пайда болады. Теңестіріп алатын болсақ, хлор 2 болып кетті, мына жақта біреу-ақ алдына 2 қоямыз. Натрий 2, мына жақта тоже былай 2 қойсақ теңеседі. Иногда сразу екі түрлі осыны заттар қоса берге алады. Қараңыздар, натрийна бромдарды өзіне әкетіп қалады. Мына 2 бромда жоқ деп елесетіңіздер. Не қалды сонда? CH3 пен C2H5 қалды, сол екеу бірге салады. Сонда бізде көміртегі мына жақта 3, H мына жердегі әзір 8. Так, мына затты просто өзін қосып жатыр екенбіз. Сонда үстіндегідей 2 еселейміз. Сонда бізде натрий бромиді және көміртегіміз 4, сутегіміз болса 10 деген затқа айналып кетіп жатыр. Теңестіру қалды. Мына жерге 2 қоямыз, мына жерге 2 қоямыз. Осымен теңесті. Так, мына теңестірмеппіз ғой. Так, теңесті.
Так, енді атаулармен тоқталатын болсақ, мынау бізге қазір хлор метан, дұрыс па? Метан деген зат екі еселеніп кетіп, кімге айналды? Этан деген затқа айналды. Мынау бром метан. Мынау болса бром этан. Метан мен этан бірігіп, кімге айналды? Пропанға айналып кетті. Мынау бром этан қайттан. Пайда болған зат уже бутан. Осындай бізде ерекшеліктер бар. Так, енді қолдану деген жерге келдік. Мына жерде, кстати, бір реакцияны біз жазуды ұмытып кеткен секілді, мен соны давайте жаза салайықшы. Төртінші реакция бар. Бұл реакция жану деп аталады. Так, кез келген затты жандырған кезде жіктер қызар оттек қосамыз, дұрыс па? Бұл затты жандырған кезде СО2 және H2O түсіледі. Мысалы, С2H6 деген затты да жандырсақ, бізде әрдайым СО2 және H2O түсіледі. Мысалы, бутанды да өртейтін болсақ, бізде әрдайым СО2 және H2O түсіле береді. Бір нәрсе байқадыңыздар ма? Жану реакциясында біз әрқашан оттекті қосып жатырмыз, және бүкіл заттардан әрдайым СО2 және H2O деген заттарымыз түзіліп жатыр екен. Енді бұларды теңестіру қалды. 2 қоямыз, және мына жерге 2 қойсамыз, сонымен теңеседі. Енді астындағы реакцияда бір ерекшелік бар. Қараңыздар, сутек 6 ғой. Мынау H2O-ның алдына 3 қойсақ, бұл реакция теңеспей қалады. Мынау қазір оттектер тақ болып қалады, сонымен шықпай қалады. Сол себепті, мынандай судың алдына ешқашан біз тақсан қоймаймыз деген нәрсені түсініп алсақ, онда мынау біздің көмір сутекті 2 еселеу керек болады. Сонда көміртек 4 болып кетеді. Сутек 12 болып кетеді, мына жерге уже 6 түседі. 6 деген жұп сан нормально. 4 текке өтсек 8. Так, оттек 6, 8 оттек, 6 оттек, 14 оттек болып тұр екен. Сонда мына жерге оттекке 7-ні қоямыз. Қараңыздар, 10-ды 2-ге бөлем 5 қылады. Сонда 5 деген ол менде тақсын, оны қоюға болмайды. Несе мен қайтан мен 2 еселеймін. Сонда көміртегіміз 8 болып кетеді. Так, сутекке 10 қою керек. Оттек 16, мына жақта 10, 26 оттек бар. 26-ны 2-ге бөлсек, 13 деген сан болады. Мына реакциялар теңесті. Так, жану реакциясы осымен аяқталды. Енді келесі қолдануына көше берсек болады. Так, кеттік ал. Алкандардың төменгі өкілдері тұрмыста қолданылатын отын, яғни үйдегі газ ретінде қолданылады. Оларды жаққанда көк жалын пайда болады. Сонда барлықтарыңыз үйде тамақ пісірген кезде, шай қайнатқан кезде, жағатын газдарыңыз, олар бізде алкандар болып табылады екен. Енді мына жақта төменгі өкілдері деп айтып қойған, получается метан, этан, пропан, бутан дегендерді біз сол жақта қолданамыз. Көбінесе біздің мемлекетте, яғни Қазақстанда, ол пропан деген газ болып табылады. Яғни біздің мемлекетте пропан газы көбірек. Соны қолданған бізге тиімді. Енді алдыңғы сабақта мынандай бір қызықты дилемма болып тұр. Пропан деген газын бізде мүлде несі болмайды. Иісі болмайды. Түсі де болмайды, иісі де болмайды. Бірақтан егер сіздер ана газы ашып қалдырып кетіп, бір термометрден кейін келетін болсаңыздар, сіздердің жаңа газ ашып қалып кеткен бөлмелеріңіз, скорее всего, ас үйлеріңіз газға толып, біз оны бірден сезіп кетеміз. Не себепті біз оны сеземіз? Ол бізде қауіпсіздік ережелері үшін оған арнайы заттар қосады екенбіз. Яғни пропан деген газға арнайы бір иіс шығаратын меркаптан деп аталатын затты қосып қояды. Сол кезде ол бізде арнайы бір иіс бөледі екен. Адамдар ол иісті бірден сезеді. Меркаптан деген заттың иісі, ол бізде шіріген жұмыртқа иісті H2S деген газын негізге ала отырып жасалған зат болып табылады екен. Так, келесі. Автомобильдің отыны бензиннің құрамында изоктан және нормальды гептан қосылыстары болады. Егер бензиннің құрамында 95% изоктан болса, қалған 5% N-гептанға тиесілі болады. Как раз екеуі бірігіп 100% болды. Мұндай құрамды бензинді АИ-95 деген маркасымен шығарады. Получается, біз күнделікті машинаны толтырып жатқан бензиніміз АИ-92, 95, 98, кейде 100 дегендері. Осылар жалпы бензиніміз екі бөліктен тұрады екен. Изоктан және гептан. Изоктан және гептан. Изооктан және гептан екеуі бірігіп бізде бензинді береді екен. Бензин.
Бір қызығы, если мынау 92% болса, онда бензин АИ 92 деп шығарылады деп бізде айтып жатыр екен. Сонда біздің колоннадағы АИ деген нәрсе бұл изактанды білдіреді. Изактан жоғары болған сайын бензиннің сапасы да артады. Ал бензиннің сапасы артатын болса, онда біздің автомобиліміз аз уақыттың ішінде жоғары жылдамдыққа жете алады. Яғни мощностьі жоғарылайды. Яғни газ басқан кезде бірденен жоғары жылдамдықты ала бастайды. 92-ке қарағанда 95 сондай жылдамдық алады, 95-ке қарағанда уже 98 деген секілді. Яғни бензин сапасы осы үшін өзгереді. Так, келесі біздегі ақпарат, мына жерде қалып кеткен нәрсе бар екен. Ол қалып кеткен нәрсе мынау. Бізде white spirit деп аталатын нәрсе бар. White spirit деген атпен танымал зат, бұл бізде декан болып табылады. Осы нәрсені біліп жүрсеңіздер болды. Так, жігіттер, қыздар, осымен біздің сабағымыз бітті. Енді әдеттегідей 5 сұраққа жауап береміз. Қазір әрбір сұраққа келген кезде паузаға қойып, ойланып алыңыздар және сұрақтарға жауап беріңіздер міндетті түрде. Кеттік, бірінші сұрағымыз, екінші сұрағымыз, үшінші сұрағымыз, төртінші сұрақ және бесінші сұрақ. Так, егер 5 сұраққа толықтай жауап берген болсаңыздар, онда дұрыс жауаптармен тексеріп алыңыздар. Жігіттер, қыздар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Әдеттегідей 5 сұрақтың қаншаны дұрыс жауап беріңіздер, соны комментария қалдыра кетсеңіздер, және осы сабақ ұнаған болса, және түсінікті болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осы сабақты әрине химиядан органиканы түсінгісі келетін өзіңізге жақын деген достарыңызға жіберіп қойыңыздар.